Қайырлы күн, құрметті достар. Біз бүгін Тұрғызба ауылына номер 4 мектепте Жылой ауданына белгілі балаларды өнерге баулып жүрген Қасиет өнер студиясына келдік. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қасиет өнер студиясының басшысы Салтанат Талғатқызымен сұхбаттасуға келдік. Саламатсыз ба, Салтанат Талғатқызы? Біз бүгін сізбен сұхбаттасуға келдік. Саламатсыз ба? Қош келдіңіздер біздің Қасиет өнер студиясына. Өнер адамның жан дүниесін байытып рухани кемелдеуіне жол ашатын құдіретті күш. Соның ішінде музыка, жүрекке жақын өнер саласы. Бүгінгі сұхбатымыз музыка әлемінің сырын терең түсініп және оның қыр-сырларын меңгерген жанмен өрмек. Жалпы осы Қасиет өнер студиясын ашуыңызға не себеп болды? Қасиет студиясын ашуға себеп болған жалпы Қасиеттің атауы да өзі бір киелі, қасиетті деп. Қасиетті өнерлі балдарды осы ортаға неге жинамасқа, неге қазағымыздың рухын, патриоттық сезімін неге оятпасқа, осы біздің халық аспаптары, домбыра, қобыз арқылы әртүрлі аспаптармен осы қазағымыздың жасөспірімдерінің басын біріктіріп, осы Қасиет студиясын ашуға бел будым. 2021 жылы мемлекет тарапынан грант ұтып алып, қайтарымсыз 1.225.200 грант ұтып алып, осы Қасиет студиясын ашқан болатын. Рахмет көп. Болашаққа қандай жоспарларыңыз бар? Жалпы Қасиет өнер студиясының жас өспірімдерін бүткіл Қазақстанына танытып, және мына шетелдерге жайлап танытып жатырмыз ғой. Енді 3 қалаға апардық. Алдағы мақсатымыз әлде де Катар елі, Қытай елі, тағы Еуропа елдеріне барып, бүткіл Жылойдың, жалпы Жылойдың емес, енді бүткіл қазақтың халқының мына өнерпаздарының халық аспаптарымен, халық әндерімен мына өнердің биігіне, шыңына жеткізу мақсатымыз сол.